Айналайын қыздар, әлеуметтік желіде сендер менің Ева компаниясының дәрумендеріне жарнама жасап отырғанымды көріп отырсыздар. Күн сайын 20-30 қазақтың қызы маған жазады: әпке, сіз жарнама жасаған соң Ева компаниясына тіркеліп, дәрумендерін сатып алып ішіп жатырмыз деп. Шынында да мен 30 жылдан бері журналистика саласында келе жатқан беделді журналистердің бірімін. Осы күнге дейін ешқандай компанияның дәруменіне жарнама жасаған жоқпын. Ева компаниясына жарнама жасап отырғаным, бұл дәруменді өзім ішіп, рахатын көріп отырмын. Шынында да дәруменнің берері зор. Бұның табиғатында, құрамында керемет витаминдер бар, гормондарды түзейді, көңіл күйді көтереді және әйелге тән көптеген мәселені шешеді. Сондықтан да менің сөзіме иланғандарың жөн болған. Барша қазақ қыздың денсаулығы мықты болсын. Мен сендермен біргемін. Журналист әпкелерің Меруерт Айтенова.